Достар, бүгін сіздермен дәл осындай екі түрлі бомбоньерка жасайтын боламыз. Бұл өте оңай. Тіпті сізде бір реттен ақ жасап кете аласыз. Мен оған өте қатты сенімдімін, өйткені бұның жасалу жолы өте жеңіл және өте табысты бизнес деп айтсам болады. Жалпы декретте отырған, немесе үйде отырған кез келген адам осы бизнеспен жұмысын бастай алады. Мен бұрын декретте отырып ақша табу деген нәрселерге қатты сенбейтінмін. Бірақ осы тойбастарды бастағаныма шүкір деймін. Өйткені тойбастардан қазір енді өздеріңіз білесіздер, қазақтарда той көп. Кез келген тойда осындай әдемі бомбоньеркеге тойбастарға заказ беретіні ол сөзсіз. Сондықтан еш қорықпастан осы бизнесті бастауларыңызға болады. Егер бастағыларыңыз келсе, осындай дайын, неше түрлі әдемі, ең соңғы дизайндағы ешкімде жоқ тойбастарлардың шаблонын ала аласыздар. Ол үшін тек описаниеға өтіп, менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болды. Міне мен шаблондарды алдын ала шығарып алдым. Араларыңызда білмейтіндеріңіз болса, шаблондар осылай шығарылады және осыны қазір бірге құрастыратын боламыз. Ең бірінші қара сызықтың бойымен осы шаблонды толықтай қиып шығамыз. Біз толықтай қиып болғаннан кейін бізде осындай форма шығады. Енді ортасында қара сызық бойынша бүктейтін боламыз. Егер сіздер қолмен бүктей алмаймын деп ойлайтын болсаңыздар, онда беговать етсеңіздер болады. Беговать ету бұл ручкамен, сызғышпен, жұқпайтын ручкамен, сызғышпен осы қара сызықтың бойымен өтіп шығасыздар. Сол кезде сіздерден қырлары тіке әдемі болып тез бүктелетін болады. Барлығын енді бүктеп болса, қазір мына кішкене бөлігіне бумажный клей жағып, мына келесі бетімен біріктіретін боламыз. Бумажный клей жағатын кезде жан жақтарын ұмытпеңіздер, шет жақтарын. Және қалың етіп жағып, қазір бірге жапсыратын боламыз. Міне осылай бір-бірімен беттестіріп, сосын қағазды осылай жапсырып жібереміз. Өте оңай, өздеріңіз көріп тұрғандай, енді қазір астын бүктейтін боламыз. Бұл астында құрастыру өте оңай. Ең бірінші ең үлкен астына жібереміз. Содан кейін екі жағына, ең соңында кішкентай бөлік қалады, тесік. Соған осылай кіргізіп жібере қоямыз. Осы асты арқылы ішіне салатын біздің брелоктарымызды, резинка болсын, конфет болсын, кез келген тойбастардың затын астымен салып қоямыз. Міне өте оңай болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Қазір енді біз екінші шаблонды жинайтын боламыз. Қазір екінші шаблонды да сызықтың бойымен қиып аламыз. Бұл екінші шаблон біріншіге қарағанда өте оңай десем болады. Тез жинала қояды, артық уақыт кетпейді. Менің бір 2-3 минутымды ғана алған шығар. Бұл шаблонның да астарын осылай бүктеп шығамыз, жан жағын бүктеп шығамыз, ортасын бүктейсіздер. Енді бүктеп болғаннан кейін алдымен дыраколмен ортасын тесіп аламыз. Сіздер бір рет тесеңіздер де болады, 2 рет тесеңіздер де болады. Мен қазір бір рет тесіп, соны байлайтын боламын. Дыраколмен тесіп болғаннан кейін осылай клейлейміз, екі жағын бір-бірімен біріктіру үшін. Клейлеп болғаннан кейін осылай жабыстырамыз. Содан соң астын жабыстыратын боламыз. Міне осылай қазір мына жерін клейлеп жүреміз. Ал енді бізде ең соңғы бұл лентамен байлау. Примерно 40 сантиметрдей ұзындықта кез келген қалыңдықтағы лентаны аласыз да осылай дыраколмен тескен жерден өткізіп, соны бантик қылып байлап жібереміз. Бантик қылып байлағаннан кейін осылай бантикті екі жағынан дұрыстап келтіресіз. Міне бізде оңай. Мына жеріндегі кішкене шығып кеткен лентасын қиып тастаймыз. Мына бетінде де тоже қиямыз, өйткені қатты ұзын болып кетті екіншіден. Міне бізде дайын, өздеріңіз көріп тұрғандай өте оңай. Видеом сізге ұнаған болса, сізге пайдалы болса, онда менің арнама жазылып кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар.